Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Сабақтың тақырыбы Қазақстандағы туризм. Оқу мақсаттары: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау. Сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерді дұрыс қолдану. Құрметті оқушылар, сендерге екі баған беріліп тұр. Дәйек сөз және көтерілетін мәселе. Дәйек сөз бағанында берілген мәтінді мұқият оқып, көтерілген мәселені анықтаңдар. Сонымен бірге, оқушыларым, туризм деген сөз ол француз тілінен аударылған. Ол адамның бос уақытында демалу деген мағынаны білдіреді екен. Егер ол жақын жерде демалатын болса, ол серуендеу деп аталады, алыс жер болатын болса, саяхаттау деп аталады екен. Құрметті оқушылар, Қазақстандағы туризм атты тыңдалым материалын арнаулы сілтеме арқылы кіріп, мұқият тыңдайық. Экономикасы қарыштап дамыған көп елде туризм негізгі кіріс көзі саналады. Қазақстанда сол елдердің тәжірибесін негізге алып отырып, әлем экономикасында туризм саласы табыс әкелу көрсеткіші бойынша 5-ші орында тұр. Дамушы елдердің экономикасында 3-ші орында, яғни жанар-жағармай мен азық-түлік өндірісі салаларынан кейін орналасқан. Бүгінде аталған нарықтағы ақша айналымы 1,4 триллион долларға жеткен. Бұл мәліметті бүкіл әлемдік туристік ұйым келтіріп отыр. Жылдан жылға бұл көрсеткіш артып келеді. Сондықтан ел экономикасын қолдау мақсатында әлемнің көптеген елдері халықаралық туризмді дамытуды қолға алатын. Қазақстан да бұл іске білек сыбана кірісті. Сондықтан ел экономикасын қолдау мақсатында әлемнің көптеген елдері халықаралық туризмді дамытуды қолға алатыны анық. Қазақстан да бұл іске білек сыбана кірісті. Отандық басылым беттерін шолып өтсек. Жақында ғана Қазақстан үкіметі 2020 жылға дейін туристік саланы дамыту концепциясын қабылдаған еді. Құжаттың мазмұнымен таныстырған индустрия және даму министрі Әсет Исекешев жоспар орындалған жағдайда 6 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция тартып, бір жылда 8-9 миллион турист қабылдайтын мүмкіндік туады деді. Мәселен, UNWTO-ның мәліметі бойынша өткен жылы Қазақстан 4,9 миллион туристі қабылдаған. Яғни министрлік 6 жылдың ішінде бұл көрсеткішті 2 есеге дейін арттыруды көздеп отыр. Алайда Қазақстанға ағылып жатқан халықтың басым бөлігін туристер қатарына жатқызуға болмайтынын ескерсек, жағдай қиындай түседі. Мәселен, көңіл көтеріп, денсаулығын түзеу, көрікті жерлерді тамашалау мен бұқаралық мәдени және спорттық шараларға қатысу үшін келетін шетелдіктер саны тым аз. 4,9 миллионның 3-тен 1 бөлігі түрлі деңгейдегі кәсіпкерлер, вахта жұмыскерлері. Неге екені белгісіз, қызмет бабымен екі ортада қатынайтын шетелдіктерде туристер санатына енгізілген деп жазады басылым. Туризм саласында қордаланған мәселені шешуде профильді министрлік дамыған елдердің тәжірибесіне сүйенуі тиіс. Мәселен, Малайзия, Марокко мен Біріккен Араб Әмірліктері туризм саласына экономиканың негізгі бөлшегі ретінде қарайды. Жыл соңында мамандар дәстүрлі түрде жылдың қорытындысын шығарды. Капитал KZ басылымы туризм саласының сарапшылары арасында сауалнама жүргізген. Нәтижесінде өткен жыл несімен есте қалғандығы анықталып, келер жылдың болжамы туралы белгілі болды. 2014 туризм саласы үшін ауыр жыл болды. Мұндай негативті жаңалықтардың арасынан жағымды дегендерін бөле жарып айтуға болады. Бұл әсіресе Қазақстанның авиациялық саласына қатысты. Бағыттар тізімінің артуы мен ұшу географиясының кеңеюі елдегі туризм үшін үлкен мүмкіндік туғызып отыр. Әуе қатынасы туралы айтатын болсақ, Скат әуе компаниясы 3 бірдей жаңа Boeing маркалы ұшақ сатып алған. Осылайша жолаушылар тасымалы саласындағы компанияның бәсекеге қабілеттілігі артып отыр. Экспо 2017 қарсаңында Қазақстанға ағылар туристер саны еселеп артады. Бұл 1-2 жылға жасалып отырған болжам. Міне Астана әкімдігі дайындықты бастап кетті. Белгілі болғаны, халықаралық мамандандырылған Экспо 2017 көрмесіне қатысушылар үшін Астанада жасыл технология қолданылған этно қонақ үй салынады. Бұл туралы Курсив басылымына жасыл экономиканы және G-Global дамуын қолдаушы коалиция заңды тұлғалар бірлестігінің өкілі Татьяна Немцен мәлімдеді. Қонақ үйлер салу жоспарланған. Экспо 2017 көрмесіне көптеген туристер келеді. Олардың біздің өмір мен салт санамызға көңіл аударатыны даусыз. Қонақтарға арналған жасыл этно үйлер салу қарапайым қазақстандықтар туралы мәлімет таратуға мүмкіндік бермек деді Немцен. Оның айтуынша, осындай қонақ үйлерді ашу жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Бұдан өзге коалиция жасыл технологияларды пайдалану туралы жобалар ұсынады. Сондай-ақ білім беру блогы құрылады. Онда кез келген адам жаңа технологиялармен, олардың тиімділігімен және практикалық қолдану мүмкіндіктерімен таныса алады.
Сонымен бірге экологиялық туризмді дамыту және жастарға арналған волонтерлік лагерлер құру жоспарланып отыр. Қазагро ұлттық басқарушы холдингі республиканың ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінен 2015 жылға көктемгі егіс және астық жинау жұмыстарын қаржыландыруға өтінімдерді қабылдау басталғаны туралы хабарлайды деп жазады Новости Казахстан агенттігі. Бюджеттік несие қаражаты есебінен өтінімдерді қабылдау және агротехникалық шараларды қаржыландыру ұлттық холдингтің еншілес компанияларының аймақтық құрылымдары жүзеге асырады. Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы мен аграрлық несие корпорациясы және бағдарлама серіктестері екінші деңгейлі банктер. Агроөндірістік кешен субъектілерін қолдау бойынша шараларды жүргізуге Қазагро ұлттық басқарушы холдингіне 60 миллиард теңге көлемінде бюджеттік несие берілді делінген хабарламада. Тыңдалымнан кейінгі сұрақтар. Қазақстан неліктен туризмді дамытуға 5 кластерді қарастырып отыр. Туризмді дамытудың неше түрге бөліп қарастыруға болады. Қарағанды облысының қай өңірінде туризмді дамытуға болады, ол үшін не істеу керек? Құрметті оқушылар, диаграмма құру әдісі арқылы бейнероликтен алған деректерді топтастырып, диаграмма құрыңыздар. Сонымен бірге, тыныс белгілері қабаттаса қолданылуына назар аударайық. Сұраулы сөйлем мен леп сөйлемдер интонациясы, яғни екідай сезіммен айтылғанда сұрақ басым болса, сұрау белгісі бұрын тұрады. Көңіл-күй екпіні басым болса, леп белгісі бұрын қолданылады. Ой аяқталмаған жағдайда бірінші бөлігі сұрау мағыналы болса, алдымен сұрау белгісі, сосын көптікте қойылады. Жалғаулықсыз, қарсылық құрмалас сөйлемдердің арасында, жай сөйлемдер арасында үтір, сызықша қойылады. Төл сөз бен автор сөз арасында сызықшамен қатар үтір, кейде леп белгісі қабаттаса келеді. Құрметті оқушылар, осы айтылған ережеге сәйкес екінші бағанда мысалдар берілген. Келесі тапсырма жазбаша орындалады. Берілген мәтіннен тыныс белгілері қабаттаса қолданылған сөйлемдерді тыныс белгісін қойып, көшіріп жазыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.